Бізде YouTube'ға просмотр жинау үшін осы екі приложение керек болады. Бірінші осы приложение өзім көбінесе осыны істетем. Осы шеттен видео көреді. Видео көріп монета. Мына жерде 60 секунд 60 монета береді, яғни бұл жерде. Көріп монета жинайсың. Менде қазір 1600 монета. Оны значит екі видеоға просмотр жинағызғам. Бұл жерде ақшалайдан просмотр жинауға болады. Сол YouTube'дағы видеоның ссылкасын аласыз. Сосын мына шеттен қанша адам, қанша просмотр жинау керек екенін қоясыз. Мына шеттен неше минуттан секунд соны жазасыз. Қазір менде шығып кетті. Дәл осылай мен 10 просмотр 60 секунд, яғни 1 минут көруге теңшедім. Ол 600 монета менде көруге жетеді 10 адам. Жарайды дейді. Қазір менде мынау жиналмаған. Үстіңіз жиналып болса, келесі қоям тағы да. Осы приложение арқылы екі адам көрді уже міне. Осы приложение арқылы просмотр көбейтуге болады. Осыны қолдануға өзім не қылам. Мына шетте ақшалайдан не қылуға болады. Осы жерде ақшалай төлеп просмотр көбейтсең де болады. Ол ақша керек. Оны білмен. Ал екінші приложение бұл да дәл солай. Бұл шетте видео көруге 42 секунд 38 монета. Ал тіркелесің. Тіркелсең көп береді. Осы лайк басуға да береді. Менде қазір 33 монета. Менде қазір екі видеоны салдым, екеуі де толық көріп деп тұр. Мына жерде тіпті аз кеткен 13 монетадан. Бұның екі минусы бар. Бірінші, мына қоясың, өзі не қылмайды. Келесіне жеткелмейді. Ал анада мен көрсеткен приложениеде ол автомат түрде не қылады. Қойып талаға шығып кетсеңіздер, көп монета жинап просмотр көбейтуге болады. Қазір бізде бір нені ала салайық, любойын. Егер міне 1000 адам үшін 60.000 монета қажет. 1000 адам үшін. Ал 10 адам үшін 600. Мына жерде неше минут, секунд көру керек екенін таңдауға болады. 68, 60, менде 60-қа қойдым, 45 секундтық видео өзді көріп кетіңіздер. Осы каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Келесінде ФФ-ға донат салып берем тіркелген адамдарға. Сау болыңыздар.